HR менеджерлер бизнесті дамытушы күшке айналуы тиіс. Мұндай пікір бүгін елордада өткен таланттарды басқару форумында айтылды. Жиынға еліміздің барлық аймағынан 100-ден астам студент қатысты. Отырыс аясында ірі компания басшылары мен мемлекеттік қызметкерлер тәжірибелерімен бөлісті. Болашақ HR менеджерлер білікті кадрлардан айырылмай бизнесті дамытудың жолдарын үйренді. Бұл мамандарды кадр бөлімімен салыстыруға болмайды. Өйткені HR менеджерлер ұйымға келген кәсіби мамандарға қолайлы жағдай жасап, табысты арттырушылар дейді ассоциация өкілдері. И к нам в Казахстан она сейчас пришла, вот знаете. Бұл мамандық Қазақстанға соңғы жылдары келді, бірақ қазірдің өзінде шағын және орта бизнестің көбінде штатта HR менеджерлері бар. Өйткені кәсіпкерлер бұл мамандардың маңызды рөлін көрді. Жақсы менеджер сұранысқа ие кадрларды тарта біледі. Ұжыммен тығыз жұмыс істеп, қызметкерлердің белсенділігін арттырады. Осылайша компанияның табысы да көбейеді. Елімізде еңбек нарығына 300 мыңнан астам жас маман келеді. Жұмыссыздар саны 441 мыңнан асып жығылады. Ал Қазақстандағы HR менеджерлердің 94% кадрларды іріктеумен шектеледі. Тек 6% ғана кәсіпорындардағы адами капиталды дамытумен айналысады. Сондықтан мәселені шешу үшін компанияның барлық қызметкерінде HR менеджерінің біліктілігі болуы тиіс деген ұсыныс айтылды. Если деньги к вам приходят от... Егер сізге табыс адамдардан келетін болса, сол адамдарды басқара білу керек. Менің түсінігімдегі HR менеджері қызметкерлермен ғана емес, акционерлермен, басшылықпен де бірге жұмыс істей білетін маман. Қазіргі заманда кез келген адам HR менеджерінің қызметін атқара білуі тиіс. Әр маман жан-жақты коммуникацияға ашық болуы тиіс. Вниз, по бокам...